қан беру адамның өмірін құтқара алады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біз қазір қан орталығында тұрмыз. Информ KZ сайты хабарлауы бойынша Оларғанда басқа облыстарға қарағанда қан беру 5 есеге аз дейді. Яғни әлемдік стандарт бойынша 1000 адамға 40 донордан келу керек болса, бізде 1000 адамға 8 донордан ғана келеді екен. Неге бұлай деген сұраққа көпшіліктің пікірін алған болатынмын. Оның бірі қан алатын ине таза еместігі айтылды, және дін ұстанатындар дін жағынан қайшы екені айтылды. Қан құрамындағы гемоглобин 130-140 көлемінде болуы керек. Ал егер бұл мөлшерден асып кетсе, темірдің көбеюі қанның ұйуына әкеліп соғады. Содан барып бас айналып қан қысымы көтеріледі. Әлем бойынша жыл сайын 17 миллион адам инфарктпен құлап жатады екен. Бұл ауруды қан беру арқылы емдеуге болады. Тағы бір айта кетерлігі, қан сұйылып, айналымы жеңілдейді, өзіңді сергек сезінесің. Ең бастысы, шыбындай шырқыраған пенденің жанына араша боласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак хадис шәрифінде сендер өз бауырларыңа қалаған нәрсені басқаларға қалаңдар дейді. Біздің қазір қоғамда, қазақ даласында жалпы жер бетіндегі ең үлкен нәрсе бұл адам баласына өмір сыйлау, адам баласына жақсылық сыйлау. Соның ең үлкен жолы медицина жолына айтқанда қан беру. Қан берудің қорқудың ешқандай да қорқудың керегі жоқ. Өйткені бұл дінімізде де бар. Алла субханала ва тағала қасиетті кітабы Құран Керимде Майда сүресінде былай деп айтады: "Ваман ахяха", кімде-кім бір адамды жер бетіндегі тірілтетін болса, ахияннаса жамиға, бүкіл жер бетіндегі адамды тірілткенмен бірдей болады дейді. Қараңызшы, сіздің берген жаңағы бір 100 грамм ба 200 грамм қаныңызбенен бір адамға көмек болып, ол ажал аузынан аман қалатын болса, сіз бүкіл жер бетіндегі 6 миллиард адамды ажал аузынан алып қалғандай үлкен сауапқа ие боласыз. Алла субханала өзі өзінің кітабында Майда сүресінде осы нәрсені біздерге бұйырады. Былайша айтқанда осы нәрсені бізге көрсетеді осы жолды. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзінің мұбарак хадисінде айтады: кім бір мұсылман бауырына, қиналған мұсылман бауырына жәрдем ететін болса, Алла тағала ол адамға дүние ақыретте жәрдем етеді дейді. Бір мұсылман қиналып тұр, мысалы, бір адам өлім аузында жатыр, немесе түрлі жағдайменен, ал сіздің сол жаңағы кішкентай ғана бір 100 грамм 200 грамм қаныңыз сол адамға керек болып тұр. Онда сіз дүние ақыреттегі бүкіл адамдарға жәрдем еткен сияқты боласыз. Денедегі қанды алдырудың шипасы қою қанды сұйылтады. Бұрын аталарымыз хиджама, яғни қан алдырумен емделсе, тамырдан қан тапсыру осының заманауи түрі деуге болады. Хиджама туралы пайғамбарымыз айтады: менің умматыма 3 түрлі ауруменен емделіңдер дейді. Оның бірі бал, екіншісі сүт, үшіншісі хиджама менен. Яғни балда шипа бар, сүтте шипа бар. Ал хиджамаға келетін болсақ, Пайғамбар саллаллаху дәуірінде сахабалардың көбі хиджамамен емделген. Хиджама бұл тазару деген сөз. Мысалы, әйел адамдар өзіне тән нәрселермен тазарып тұратын болса, айына бір рет ер азаматтардың бойында артық қандар адам баласына зиян келеді деген себептен сахабалардың көбі айына немесе уақыт сайын мезгіл ауысуына байланысты хиджама жасап отырған. Сондықтан да Пайғамбар саллаллаху менің умматыма егер хиджамамен емделетін болса, оның ешқандай басқандай ауру, басқандай дауалар оның ауруына ешқандай керек емес деп айтады. Сондықтан да хиджамамен емделу Пайғамбарымыз саллаллаху сүннатынан келген. Нәрдақты әлеумет, қан берудің орасан зор пайдасын көрдіңіздер. Жақсылықты ақшамен ғана емес, осылай да жасауға болады.